Сәлем оқушылар, бүгін біз логарифм тақырыбына есептер шығаратын боламыз. Ал кеттік. Бірінші есептен бастаймыз. Так, бізде бірінші есепті жазбасақ, бірінші мына жаққа түсіріп алайын мен көрінетіндей етіп. Логарифм 2 негізді квадраты x болады. 2 логарифм 2 негізді x азайтылған 3 тең болады 0-ге. Осы жердегі логарифм 2 негізді x дегенде біз белгілі бір айнымалы енгізіп аламыз. Мысалға a деген. Яғни мына жерде логарифм 2 негізді x a деп алатын болсақ, және оның квадраты болады a квадрат азайтылған 2a азайтылған 3 дейміз де, оны тең 0-ге теңестіріп аламыз. Және дискриминант. Дискриминанттың формуласы бойынша v квадрат азайтылған 4ac деген. Яғни осы жердегі a деп отырғанымыз мынау бізде бастапқы айнымалы, яғни оның алдында 1 бар деген сан, 1 деген сан бар. Соны біз a тең 1-ге деп жазып алсақ, одан кейін мынау бізде квадраты жоқ жаңа айнымалы енгізген кездегі айнымалымыздың алдындағы сан, ол бізде v дегенді береді. Осы дискриминанттағы мәндер бұл. Яғни бұның алдында тағы минус бар, минус 2 болады екен, ал с-ның мәні осы жердегі, ол бізде минус 3-ке тең. Так, енді ары қарай шығаратын болсақ, яғни v-ның квадраты минус 2-ның квадраты бізде 4-ке тең. Азайтылған деп, дискриминанттың формуласы бойынша азайтылған болады. 4 көбейтілген, енді осы жерде қарасақ, a-ның алдында плюс 1 екен, 1 күйінде жазамыз, бірақ с-ның алдында минус 3. Минус 3 болатын болса, осы с-ның минусы мен мынау минус екеуі бірін плюс беріп жібереді да, мынаның алдындағы минус сонда мына жаққа қарай кетіп қалады ғой. Бізге 4-те 12-ге қосамыз, ол 16 болады. 16 деген 4-тің квадраты. Яғни осы жерде бізде 2 мәніміз шығады. Өйткені плюс және минус мәндері бар да. Жалпы математикада осылай плюс және минус мәндерін қарастыратын боламыз. Бірінші, бізде формула бойынша минус v дискриминанттың қосу түрін жазып алсақ, бөлінген 2a. Осы жерде минус v дегеніміз, мынау жаңа дискриминантпен шығаратын мәніміз бар ғой, көп мүшенің. Яғни көп мүшенің v мүшесі минус 2 болып тұр. Минус 2 мына жердегі минуспен плюс болып кетеді ол. Қосылған дискриминантты түбір астыға аламыз. Яғни 16-ны түбір астыға алатын болсақ, 4 деген мән шығады. Астың жағында 2 көбейту 1, өйткені a-мыздың мәні 1-ге тең. Сонда 2. Үстің жағына 6, астың жағына 2 шығады, сонда бірінші мәніміз 3-ке тең болады екен. Ал екінші мәніміз минус v азайтылған дискриминант болады. Бөлінген 2a. Осы жерде минус v дегеніміз ол жаңағыдай минус 2 мен минус мына жердегі плюсті беріп жіберсе 2 болады. Азайтылған дискриминанттан 4 шығады. Бөлінген 2 көбейтілген 1. Яғни 1 мына жерде. Үстің жағына минус 2, астың жағына 2. 2-ні минус 2-ге бөлетін болсақ, минус 1 деген мән шығады. Енді осы жерде логарифмнің орнына жаңа айнымалы енгіздік. Жаңа айнымалы енгізгеннен кейін бізде 2 мән шықты. Онда есептің жауабы 2 болады деген сөз ғой. Логарифм 2 негізді x бірінші 3-ге теңестіріп аламыз. Бізде логарифмнің заңдылығына байланысты мына жерде x-ті табу үшін 2-ның 3 дәрежесі қанша болады деген сияқты мәнді іздесек болады. Яғни 2-ның 3 дәрежесі бізде 8 бермей ма? X-ның мәні осыған тең. Ол логарифмнің заңдылығы. Сонда бірінші мәніміз 8-ге тең болады. Екінші мәніміз логарифм 2 негізді x минус 1-ге тең. Логарифм, яғни 2-ның минус 1 дәрежесі қаншаны береді? Екінші мәніміз 2-ның минус 1 дәрежесі. 2-ның минус 1 дәрежесі, минус 1-ді біз былай жазсақ болады, плюс 1-ге айналдыру үшін 1 бөлінген 2-ның 1 дәрежесі. 2-ның 1 дәрежесі 2-ні береді бізде. Сонда 2-ден 1 деген мәнім шығады. Бұны 0,5 деп жазып алсақ болады. Яғни біздегі жауабымыз x-ның мәндері, жалпы x-ның мәндері жақшаның ішіне жазып қоя салайын, 8 және 0,5 деген мәндер шығады екен.
Вот. Келесі уже мен дискриминантты сразу қолданатын боламын. Осы дискриминанттен шығаратын болса есептер. Өйткені біз осы заңдылықты үйреніп алдық, иә? Егер де түсінбей жатсаңдар, осы есепке көшіп қайтадан дискриминанттың есептеген қарап алсаңдар болады. Так, енді бізде екінші есебімізді қиып алсақ. Мынаны өшіп тастаймын мен. Екінші есебімізді жазамыз. Осы жерде бізде 9 логарифмнің LG деген нәрсе, ол бізде ондық дәрежесі ғой. Азайтылған 10 LG, яғни логарифм, ондық логарифмнің x қосылған 1 тең болады 0-ге. Біз жерде ондық логарифмді x, ондық логарифм x түрін біз жаңа айнымалы ретінде енгізіп аламыз. Давайте t деген әріппен енгізіп алсақ, сонда бізде 9 мына жерде квадрат болғаннан кейін t квадрат болады. Мына жерде 10t қосылған 1. Қараңдар, бізде дискриминантпен есептесек болады да, бірақ бізде екінші бір жол бар. Виет теоремасы деген бар. Виет теоремасы бойынша мына сандардың қосындысы, алдында тұрған сандар бар ғой, А, В және С деген. Осы сандардың қосындысы 0 деп беретін болса, 9 азайтылған минус 10 ғой мына жерде. Негізі қосылған болу керек. Бірақ мына минуспен минус болып кетеді. Қосылған 1 тең болады 0 болып шығып тұр ғой. Ондай болатын болса, бірінші жауабымыз бізде бұлай болады. Бірінші жауабымыз әрқашан t-ның жауабы 1-ге тең болады. Екінші жауабымыз мынаны мынаға бөлеміз. Яғни с-ны а-ға бөлеміз. С-ны а-ға бөлетін болсақ 9-дан 1 деген болады. Давайте тексеріп көрейік. 9t квадрат. Қазір қателесетін болсам, түзеп жібереміз, иә? Так, 9t квадрат. 1-ді қойып бөлетін болсақ, 9-да 1-дің квадрат 1 болады. Мына жерде 9 болады. 10-да 1-ді көбейтсек 10 болады. Яғни 9-дан 10-ды азайтсақ минус 1. Минус 1-ге плюс 1-ді қосатын болсақ 0. Яғни бірінші мәніміз дұрыс келіп тұр екен, иә? Ал енді екінші мәніміз. Екінші мәніміз бізде, так, 9-дан 1. 9-дан 1-ді мына жерге қоятын болсақ, бұлай болады бізде 9 t-ның квадраты, яғни 9-дан 1 деген ол 9-ды астың жағында, үстінде астында квадраттаймыз ғой, яғни үстін квадрат жасақ 1-дің квадраты 1, астың жағы 9-ның квадраты 81 болады. Азайтылған 10 азайтылған 9-дан 1 қосылған 1 болады. Мына екеуі қысқарады бізде, мына жерде 9 қалады. Біз қайтадан жазып шығатын болсақ тең болады. Яғни мына жерде 9-дан 1 қалса, мына жерде үстіңгі жағында 10, астыңғы жағында 9 қалады, қосылған 1 болады. Енді осы жерден есептеп шығаратын болсақ, астыңғы жақтары негіздері бірдей, сондықтан бір ортақ бөлімге келтіріп алсақ болады, 9-дан 1-ді азайтатын болсақ, минус 9 деген мән шығады. Қосылған 1. Минус 9-дан 9-ды бөлетін болсақ, минус 1 деген шығады. Қосылған 1 тең болады 0. Вот біздің заңдылығымыз шығып тұр екен, иә? Яғни Виет теоремасы арқылы осылай есептеп тапсақ болады. Бірақ біздің заңдылық қай кезде қолданады? Осы бір алдындағы сандардың мәні 0-ге тең болған кезде ғана осыны қолдана аламыз. Яғни бірінші мәніміз обязательно 1 шығады. Ол кезде екінші мәніміз мына с бөлінген а болады. С бөлінген а. Мына жерде минусты ешін жазып минус болмайды бұл жерде. Түсінікті деп ойлаймын. Енді мәндерін айнымалының орнына жаңағы мәндерді қоятын болсақ, біріншісі 1, яғни мына жерде 10 дегеніміз бар емес пе? Яғни бұл логарифм 10 негізді x тең болады 1-ге болады. 10-ның қай дәрежесі? 10-ның 1 дәрежесі қаншаға тең болады? Бізде 10-ға тең болады, иә? Сонда x-ның мәні 10-ға тең. Яғни мына жерге 10 дегенді қоятын болсақ, ол 1 деген мән береді. Екеуі бір-бірімен жойылып деген сияқты. Екіншісі бізде мына жерде логарифм деп жазып қойын. 10 негізді x тең болады 9-дан 1-ге. Яғни 10-ның былай айтқанда x тең болады 10-ның 9-дан 1 дәрежесі осы x-тің орнында тұрады ғой. Немесе бұны былай жазсақ та болады, иә? 10
түбір астына аламыз, бірақ 9 дәрежелі. Яғни алдына шығарып жесек болады. Жауабымыз осылай 2 жауап болып шыға келеді екен, иә. Мынаны x2, мынаны x1 деп ала салсаңдар болады. Ал кеттік ал. Келесісі бізде келесі есебімізді жазсақ, мен мына жаққа қарай түсіріп алам, обязательно есептер, өйткені бізде есебіміз өте нашар сапада тұр. Мына жерде 2 негізде болу керек. 4 азайтылған логарифм 3 негізді x қосылған 3 тең болады 0-ге. Біз жаңағыдай логарифм 3 негізді x-ті бір айнымалыға айналдырып аламыз, иә. Мысалға v деген. Яғни v-ның квадраты азайтылған 4v болады, қосылған 3. Бізде дәл жаңағыдай бір заңдылық орындалып тұрған секілді, иә. Өйткені мынаның алды 1, азайтылған 4, қосылған 3. 1-ді 4-тен азайтсақ -3, -3-ке плюс 3-ті қосатын болсақ 0. Яғни мынаның бірінші мәні бар емес, дискриминантқа алып шығарсаң да дәл осы мәндер шығады. Бірінші мәні 1-ге тең, ал екінші мәні с бөлінген а-ға тең. Яғни мынаның алдында 3, мынаның алдында көрінбейтін 1 деген бар. Сонда 3-ке жазып қоя салайын, иә. 1-ді бөлетін болсақ бізде, кешірім сұраймын. 3-ке 1-ді бөлетін болсақ 3 деген мәніміз шыға келеді екен. Орындарына қойып көретін болсақ, 3-тің квадраты 9. Мына жерге 4-ке 3-ті көбейтсек 12. 9-дан 12-ні алсақ бізде -3, -3-ке плюс 3-ті қоссақ 0. Яғни заңдылығымыз орындалып тұр. Теңдеуіміз шығып тұр деген сияқты. 1-ді қойып көрейік. 1-ді қойып көрсек, 1-дің квадраты 1. 4-ке 1-ді көбейтсек -4. Мына жерде минус бар ғой. -4 деп айта берсек болады. 1-ден азайтамыз 4-ті. -3, -3-ке плюс 3-ті қосатын болсақ, плюс 3 болатын болса, онда 0-ге тең болады, иә. Яғни заңдылығымыз орындалып тұр. Осылай біз логарифм 3 негізді x тең болады 1-ге деп, 3-дің 1 дәрежесі бізде x-ті береді. Яғни тең болады 3-ге. Бұл бізде бірінші мәніміз. Екінші мәніміз бізде логарифм 3 негізді x тең болады 3-ге. 3-дің 3 дәрежесі бізге x-ті береді, иә. Яғни 3-дің 3 дәрежесі x-ті беретін болса, 3-дің 3 дәрежесі бізде 27 деген мәнді. Яғни біріншіміздің мәні 3-ге тең, екіншіміздің мәні 27-ге тең деп жазып алады екенбіз. Осылай бізде 3-ші есебіміз шыға келеді екен. Так, енді 4-ші есебіміз. Так, 4-ші есебімізге көшетін болсақ, 4-ші есебімізде логарифм 2 негізді 2 азайтылған 3 тең болады. Мына жерде логарифм 2 негізді 2 азайтылған 3 тағы. Қараңдар, бұл жерде логарифм 2 негізді жақшаның ішінде 2 минус 3 дегенді бар емес па? Осыны жаңа айнымалы енгіземіз ғой біз. Жаңа айнымалы енгізген мезетте кез келген бір әріпті ала салсақ болады, иә. Мысалға y. Мына жерде квадраты болып тұрғандықтан былай жасамыз. Так, көрейік ал. Логарифм, так, кешірім сұрайым. Логарифм 2 негізді жақшаның ішінде 2x азайтылған 3-ті y деп алдық қой. Сонда y-тің квадраты тең болады y-ге ма? Y-тің квадраты тең болады y-ге. Мынау теңдіктің ар бетіне түбір асты болып өтеді. Мысалға, қараңдар. Былай да істесақ болады ғой. Y-тің орнына 1 деген мәнді бере салсақ бар емес па? 1-дің квадраты бізде 1-ге тең. Мына жақта да 1 шығады ғой.
немесе түбір асты күйінде де алсаңдар мына жақта яғни 1 түбір асты 1-ден бәрібір де 1 деген мән шығады. Сонда біз y-дің мәні 1-ге тең екенін біліп аламыз да. Осы жерде y-дің мәні 1-ге тең екенін біліп алатын болсақ, былай орнына қолдана саламыз ғой. 2x минус 3 тең болады. Y-дің мәніне 1-ді қоя саламыз да. Енді 2-ның қандай дәрежесі бізде x-ға тең? Яғни 2x минус 3 тең болады 2-ның 1 дәрежесі. 2 минус 3 тең болады 2-ге. Ішті теңдіктің ар бетіне өткіземіз. Оның алдында минус болғандықтан теңдіктің ар бетіне плюс болып өтеді. Сонда 2x тең болады 2 қосылған 3 болады ғой. 2-ге 3-ті қоссақ 5 болады. X тең болады. Мына жерде көбейту болғандықтан теңдіктің ар бетіне тағы да 2-ні өткіземіз. Ол бөлу болып өтеді. Сонда 5-ті 2-ге бөлеміз. Одан кейін бізде соңғысындағы жауабымыз x тең 2,5 деген жауабымыз шыға келеді екен. Осылай. Так, бізде мынаны қайталап жазып алатын болсам, логарифм 0,5 2 квадраты, мына жақта 3x минус 1 азайтылған 9 логарифм 0,5 3x минус 1 қосылған 8 тең болады 0-ге. Бұл жаңағыдай бізде логарифм 0,5 3x минус 1-ді біз жаңа айнымалы ретінде енгізіп алсақ. Мысалға, жаңа айнымалы ретінде z қылып енгізіп ала салайын. Квадраты болып тұр, бізде. Логарифм 0,5 негізді 3x минус 1-дің. Сонда біз z-дің квадраты деп жазамыз мына жерге. Қосылған, азайтылған 9z қосылған 8. Бізде жаңа заңдылық орындалып тұр ғой. Яғни, мынаның алдында көрінбейтін бір бар. 1-ден 9 азайтып 8-ге қосатын болсақ 0 болып тұр. Яғни, оның бірінші мәні обязательно 1 болады. Осы бір заңдылық орындала ма? Обязательно. Тексермей-ақ та қойыңдар даже. Мақұл тексерсеңдер де болады. Мысалға, z-дің орнына 1-ді қоятын болсаңдар, мысалға 1 болады, мына жақта 9 болады. 1-ден 9 азайтсаңдар минус 8, минус 8-ге 8-ді қосатын болсаңдар, онда 0 шығады. Теңдеуіміз орындалып тұр. Екінші мәніміз бізде с бөлінген а, яғни 8-ді 1-ге бөлеміз, 8 болады. Бізде мәніміз табылдық ветпен. Енді орындарына қоятын болсақ, екі мәнімізді де. Бірінші логарифм 0,5 3x минус 1 тең болады 1-ге. 0,15-тің 1 дәрежесі ол 0,15 береді. Бұл жерде бізде 3x минус 1 0,15-ге тең деп қарастырамыз. Мына жердегі минус 1-іміз теңдіктің ар бетіне өткен кезде плюс 1 болып өтеді. Сонда 3x тең болады 1-ге 0,15-ті қосатын болсақ 1,15 болады. Осы жерден x-ті табатын болсақ 3 көбейтіліп тұрғандықтан теңдіктің ар бетіне бөлу болып өтеді. 1,15-тің астына түседі. Үстінде астында 1,15-ге бөлетін болсақ үсті 1 қалады, асты 2 қалады. 2-ден 1 деген ол бізде 0,15 деген мәнді береді. Немесе калькулятормен сразу 1,15 3-ге бөлсеңдер 0,15 шығатын байқайсыңдар. Екіншісіміз бізде екіншіміздің мәні логарифм 0,15 негізді 3x азайтылған 1 тең болады 8-ге. 0,15-тің 8 дәрежесі немесе қараңдар 3x 1 0,15 дегенді бар емес, былай жасақ болады біз 2-ден 1 деп жасақ болады. Яғни 1-ді 2-ге бөлетін болсақ бізде 0,15 деген мән шығады. Осының 8 дәрежесі мынандай санға тең болады, жақшаның ішіндегі санға тең. Бізде астында үстінде 8-ге көбейтіп аламыз. Не үшін көбейтіп жатым? Түсіндіретін болам. 3x минус 1. Өйткені, қараңдар, астында үстінде, мысалға, 1-дің 8 дәрежесі, 2-ның 8 дәрежесі бөлінген, 2-ның 8 дәрежесі деп жасап болады бізде осылай.
2'nin 8 derecesi деп жазсақ болады. Осы жерде 3x минус 1 үстінде 1'дің қандай дәрежесі болмасын, ол 1-ге тең. 2'ның 8 дәрежесін біз таба аламыз да. 0,5'ның 8 дәрежесі деген сияқты оны калькуляторға салып отыра беретін болсақ, бізде көп уақыт кетеді. Ал бізде қараңдар, 2'ның 8 дәрежесі так 256-ны береді ғой. 256-тан 1 деп жазып аламыз. 1-ді, мысалға, бізде калькулятор бар, я? Давайте калькулятормен осылай есептеп ала саламыз. Мынадан өте көп сан шығады. Осы жерден теңдеу болғандықтан мен сразу мәнден жаза берейін, 3x жақсы. X деп сразу жаза салайын. X деп, яғни мынау азайтылып барады, мынау бөлініп барады ғой. Кешірім сұраймын, қосылып барады 1. 3 бөлініп барады. Сол мезетте жуық шамамен бізде 0,34 деген мәлімет шығады. Так, 0,5-тің 8 дәрежесі дегенде біз басқаша, мысалға басқаша былай жазсақ болады, ана немен жазсақ болады ғой. Басқа нені бетті ашатын болсам, логарифм 0,5 3x минус 1 дәрежелі 8-ді біз 2-ден 1 деп алдық қой жаңа. 3x минус 1 дегенді 2-ден 1 деген ол астында үстінде 8-ге көбейтетін біздедік, я? Үсті 1 шығады, астында 8 шығады. Осыны біз астына қарай былай жазып алатын болсақ, 1 бөлінген 2-ның 8 дәрежесі деп 3x минус 1. Мұнан жоғары қарай көтерген кезде 2-ның минус 8 дәрежесі деген шығып кетеді. Яғни 3x минус 1 тең болады. Бұны біз былай жасап болады. Түбір асты, яғни түбірдің 8 дәрежесі деген сияқты. 8-ден 1 дегенді бар емес па? Осы жерден енді 1-ді теңдіктің ар бетіне өткізсек, 3x 8 болады. Қосылған 1. X-ті табатын болсақ, қосылған 1 бөлінген 3 деген мәлімет шыға келеді. Осылайда бір екінші вариант ретінде қарастырсақ болады. Давайте келесі есеп. Көшсек. Так, біз үстіңгі жағында есеп шығардық, одан кейінгі есеп мынау. 3 логарифм 3 негізді квадраты 0,5x азайтылған 2 қосылған 2 логарифм 3 негізді 0,5x азайтылған 2 азайтылған 1 тең болады 0-ге. Енді осы жерде логарифм 3 негізді 0,5x азайтылған 2-ні жаңа айнымалыға енгіземіз ғой. Мысалға жаңа айнымалыға енгізген кезде бір какой-то бір әріппен алуымыз қажет, е? Оны біз n деген әріппен алайық. Яғни мына жерде квадраты болып тұрғаннан кейін 3n-нің квадраты қосылған 2n азайтылған 1 тең болады 0-ге. Жаңағы бір заңдылық бізде тағы да орындалып тұр ғой. 3 азайтылған қосылған ғой мына жерде. Ол кезде орындалмайды екен. Ол кезде бізде негізі ветпен шығаруға болады. Ол маған дискриминант ұнайды. Яғни мына жерде v-ның квадраты болады. Бізде v-ның квадраты мына санның квадраты 4-ке тең. Қосылған болатын, азайтылған болатын еді, бірақ мына жердегі минуспен ол қосылған болып кетеді. Бізде 4 көбейтілген 3 көбейтілген 1 болады. Бұл жерден де 16 шығады. 16 деген 4-дің квадраты. Яғни дискриминантты 4 шығады деген сөз ғой. n-ның бірінші мәні бізде
Так, мына жердегі алдындағы сан минус болып кетеді, яғни минус 2 қосылған бізде 4 болады дискриминанттан, и 2-ге 3-ті көбейтеміз, 6 болады. И осы жерде плюс 2 болады, бөлінген 6. 2-ге қысқартамыз, үстінде астында сонда 3-тен 1 деген шығады. Яғни біріншісінің мәні 3-тен 1-ге тең. Екіншісінің мәні минус 2 азайтылған 4 бөлінген 6 ғой. Просто мына жерде минус болады. И үстіңгі жағы минус 6, астыңғы жағы 6 шығады. 6 6-ға бөлеміз 1, и минус таңбасын қоя саламыз. Сонда минус 1 деген мәні шыға келеді. Енді осы жердегі жаңа айнымалымызды енгіздік, жаңағыдай. Соның орнына қоятын болсақ, енді n орнына бірінші 3-тен 1-ді қояйық. Яғни 3-тің жалпы мынандай дәрежесі 3-тен 1 дәрежесі деген. Яғни 0,5x азайтылған 2 3-тің 3-тен 1 дәрежесі деп жазып аламыз. Бізде 3-тің 3-тен 1 дәрежесін так, бұлай жазсақ та болады. Жаңағыдай. Түбірасына алып, түбірасты 3 и дәрежесіне 3-те жазамыз түбірасында. И мына жерде минус 2 болып тұр ғой, теңдіктің ары бетіне бізде плюс болып өтеді. Сонда 0,5x тең болады 3 негізді 3 қосылған 2 болады. И осы жерде x-ті тауып алатын болсақ, екі жауабы бар бізде. Түбірасы 3 бөлінген 3 қосылған 2, теңдіктің ары бетіне 0,5 болып өтеді. 0,5-ге бөлу деген бар. 0,5 деген ол 2-ден 1-ді бермей ма? Яғни түбірасы 3 негізді 3 қосылған 2, 2-ден 1-ді беретін болса, сатылы бөлшек болып кеткендіктен 2 жоғары қарай шығып кетеді деп, 2-ні жоғары қарай шығарып, былай да жазсақ болады. 2 көбейтілген түбірасты 3 негізді түбірасты 3 дәрежелі 3 қосылған 2 деп, осылай екінші мәнін жазсақ. Мұнау бізде жауаптарында осындай белгілейтін болса, осыны, егерде бұлай белгілейтін болса, мұнаны белгілейміз ғой. Қайсысы келеді, соны белгілей берсеңдер болады. Енді бізде келесі екіншісін қойымыз керек қой, минус 1-ді. И осыны аламыз да, жаттап алайын. Екіншісіне қойып шығаратын боламыз. Яғни логарифм 3 негізді 2x минус 1-дің минус 1 дәрежесі. Дұрыс па, қазір бір тексеріп алайын, я? 0,5 екен ғой, кешірім. 0,5 x азайтылған 2. 0,5 мына жерде өшірейін. 0,5 алдыңғы есеппен шатастырып қойдым. 0,5 азайтылған 2. И осы жерде 3-тің минус 1 дәрежесі 0,5x азайтылған 2-ге тең. 3-тің минус 1 дәрежесі деген ол 3-тен 1-ге тең ғой. Яғни 0,5x мынаның теңдіктің ары бетіне 3-тен 1 қосылған 2 деп жазып аламыз. 2-нің астында 1 бар деп есептеп, мынадан 3-тен беретін болсақ, 2-нің 3 дәрежесі бізде 8 болады. 8-ге 1-ді қосатын болсақ, 9 бөлінген 3 болады. Яғни 3-ге тең. 0,5x тең болады 3-ге, x тең болады 3 бөлінген 0,5. 0,5-те 2-ден 1 немесе былай жазсақ та болады. 0,5-ге бөлу немесе 2-ге көбейту. Сонда 3-те 2-ге көбейтсек, 3-ті 0,5-ге бөлген екеуінің мәні 1 деп. Тең болады 6-ға деп. Екіншіміздің мәні 6-ға тең екенін біледі екенбіз. Ал кеттік келесі. Так, бізде келесі есебіміз мына жерде есебіміз екен. Мынаны өшіре салайын, я? Так, логарифм 3 негізді квадраты x азайтылған 6, логарифм 3 негізді x. Логарифм 3 негізді x-ті белгілі бір айнымалға енгізіп алайық, мысалға k деген. Яғни мына жерде k-ның квадраты азайтылған 6 тең болады k-ға. K-ны теңдіктің мына бетіне қарай өткізіп аламыз. Сол кезде бізде k квадрат азайтылған k азайтылған 6 тең болады 0-ге болады.
Үш жерден қайтадан дискриминант тауып дискриминант бойынша мынаның квадраты бізде алдында 1 бар деп есептейміз, оның алдында 1 бар деп есептейміз. 1-дің квадраты 1-ге тең. Азайтылған, бірақ мына жердегі минуспен қосылып кетеді. 4 көбейтілген 1 и көбейтілген 6. Барлығын қосатын болсақ 25 деген мән шығады. Ол 5-дің квадраты. К1-дің мәні бізде минус В, бірақ мына минуспен плюс болып кетеді ол, 1 қосылған 5 болады. Өйткені дискриминанттың түбірасын аламыз ғой. И мына жерде 2 көбейтілген А. А-ның мәні 1-ге тең. Мұнда бөлінген 2 болады. 6 бөлу 2 тең болады 3-ге. К2-ның мәні бізде 1 азайтылған 5 бөлінген 2. Үстіне минус 4, астынан 2 шығады. Мұнда К2-міздің мәні минус 2-ге тең. Және 3-ге тең екені. Логарифм енді 3 негізді x-іміз 3-ге тең болса, 3-тің кубы x-ға тең болады. X тең болады 3-тің кубы. 3-тің кубы бізде 27 деген мәнді береді. Екіншіміз бізде логарифм 3 негізді x-іміз тең болады минус 2-ге. X тең болады, мұнаның минус 2 дәрежесі ғой. 3-тің минус 2 дәрежесі бізде бұлай жасап болады. 1 бөлінген 3-тің квадраты, астыңғы жағында 3-тің квадраты бізде 9-ға тең. Сонда 9-дан 1 деп екінші мәнімізді таба салады екенбіз. Мынау бізде екінші мәніміз, мынау бізде бірінші мәніміз ғой. X-тің орнына осы мәндерді қоятын болсақ, теңдік, яғни теңдеуіміз шыға келеді. 33 енді келесі есебіміз бізде логарифм 2 негізді 2-ның x дәрежесі қосылған логарифм 2 негізді x минус 1-ге. И осы жерде логарифм 2 негізді x-іміз тең болады. Бір жаңа айнымалы енгізіп алуымыз керек. Мысалға жаңа айнымалыны h деп ала салайық. Яғни h-тың квадраты қосылған 2h. И мынау теңдіктің арғы бетінде минус 1-ді мына жаққа плюс 1 қылып өткізе саламыз. Плюс 1 тең болады 0-ге. И бізде дискриминант қалатын болсақ, v-ның квадраты, яғни мынаның квадраты 4-тің квадраты азайтылған. Бұл жерде енді минус күйінде қала береді. 4 көбейтілген 1 көбейтілген 1. И бұл жерде дискриминант 0 болып тұр. Дискриминант 0 болған кезде оның бір-ақ мәні болады. Бір ғана мәні болса, онда бізде дискриминанттан ештеңке алмаймыз ғой. Өйткені 0-дің түбірасы алатын болсақ 0 шығады ғой. Ол кезде мынаның алдындағы таңба минус 2 болып жазылады. Бөлінген 2 көбейтілген 1 бізде 2 болады. Сонда минус 1 деген жауап шыға келеді. H-ымыз минус 1-ге тең болатын болса, логарифм 2 негізді x тең болады минус 1-ге. 2-ның минус 1 дәрежесі x-ға тең болады. 2-ның минус 1 дәрежесі x-ға тең болады. 2-ның мынаны плюс 1-ге айналдыру үшін 1 бөлінген деп жазып аламыз. Сол кезде 1 бөлінген 2-ның 1 дәрежесі 2-ні береді бізге. 1-ді 2-ге бөлетін болсақ 0,5 деген жауап табады екенбіз. Яғни x-іміздің мәні 0,5-ге тең болған жағдайда теңдеуіміз орындалады екен. Келесі бізде есебіміз 12-ден 1 логарифмның 10-дық дәрежесінің x дәрежесі, 3-ден 1 азайтылған 4-ден 1 логарифмның 10-дық дәрежесінің x дәрежесі деп оның негізі. LG-X-ті біз осы жерде белгілі бір айнымалыға енгізіп алуымыз керек. Мысалға, ол айнымалыны m деп ала салайық. Яғни мына жерде 12-ден 1 m-ның квадраты болады. И мына мәндерді біз теңдіктің мына бетіне өткізіп алайық. Бірінші, мына мәнді жазып алайын мен. Теңдіктің арғы бетіне өткізген кезде. Өйткені бізде дискриминанттың шарты бойынша, яғни көп нүктені жазу бойынша реттілік солай да.
Мынаның алдында минус болғандықтан теңдіктің ар бетіне плюс болып өтеді. Плюс 4-тен 1 m болады. Өйткені LG-X-ті біз m деп алдық қой. Мына жерде тең болмайды. Азайтылған мынау плюс болса алдындағы таңба ештеңе болмаса плюс болады деген сөз ғой. Теңдіктің ар бетіне минус болып өтеді. Минус 3-тен 1 тең болады 0-ге. Енді біз былай жазып алайық, иә. 12-ден 1. Яғни мынау үстіне көбейтіледі. Мына жерде де мынау үстіне көбейтіледі. Азайтылған 3-тен 1 тең болады 0-ге. Давайте былай жасайық. Астындағы 12 деген саннан, яғни астындағы бөлшектерден құтылуымыз үшін біз бір нәрсе жасауымыз керек. Яғни астын былай айтқанда барлығын ортақ бөлімге келтіреміз ғой. Ортақ бөлімге келтірген кезде бізде мына жақтан 1-ден береміз, мына жақтан 3-тен, мына жақтан 4-тен береміз. Сол кезде былай болады бізде. m-ның квадраты, өйткені 1-ге көбейтсек сол сан өзі шығады ғой. Қосылған 3m, азайтылған 4. Астында 12 шығады ғой. 12-ні теңдіктің ар бетіне жібереміз. Яғни 12-ні 0-ге көбейтеміз ғой. Сол кезде 0 болып кетеді ғой қайтадан. Вот сол кезде бізде әп-әдемі мынандай бір теңдеуіміз шығады. Бұл жерде 1-ге 3-ті қоссақ 4 болады, одан 4-ті азайтсақ 0 шығады ғой. Ондай болатын болса, m-ның бірінші мәні обязательно 1 болады. m-ның екінші мәні s бөлінген a, иә. s-мыздың мәні минус 4-ке тең, a-мыздың мәні алдында 1 бар деп есептейміз де 1-ге тең. Яғни екінші мәніміз минус 4-ке тең. Енді ол жерде логарифм 10 негізді деп жазамыз. Өйткені LG деген бұл 10 негізді логарифмнің белгіленуі. X тең болады. Бізде біріншіміз мәні 1-ге тең. Яғни X-ның мәнін табатын болсақ, 10-ның 1 дәрежесі деп қарастырамыз, иә. 10-ның 1 дәрежесі бізге 10 деп өтті. Бірінші мәніміз шыға келді. Екінші мәніміз логарифм 10 негізді X-тің жалпы минус 4. Яғни X табатын болсақ, 10-ның минус 4 дәрежесі деп жазсақ болады. Немесе плюске айналдыру үшін 1 бөлінген 10-ның 4 дәрежесі деп жазамыз. Так, 10-ның 4 дәрежесін былай жазсақ болады. 1, 2, 3, 4. Артынан 4 нөлді қосып жерсеңдер, 10-ның 4 дәрежесі болмай ма бізде? Немесе x тең болады 0, 0. Алдына 4 нөлді қойып, одан кейін 1-ді жазатын болсаңдар, мына 4 жауап бар емес, мынау барлығы бір-біріне тең ғой. И осылай бізде екінші жауабымызды тауып алады екенбіз, иә. Кеттік ал. Келесі бізде мынаны шығардық. И соңғы есебімізді қарастырайық. Соңғы есебіміз бізде мынау. Логарифм 2 негізді x азайтылған логарифм 10-дық дәрежелі логарифм x азайтылған 3. Бұл easy қазір. Логарифм 10-дық дәрежелі x-ті біз аламыз бір жаңа айнымалға енгізіп. Жаңа айнымалына s деп ала салайық. Сонда s-ның квадраты азайтылған 2s и азайтылған тағы 3 болады. Тең болады 0-ге. Давайте дискриминант алайық. Дискриминант қалған кезде 2-ның квадраты, немесе минус 2-ның квадраты деп айтсаңдар да болады. Ол бізде 4-ке тең. Азайту болу керек еді, бірақ мына минус 3 болғандықтан бұның алды мынау плюс болып кетеді. 4 көбейтілген мынаның алдында 1 бар. 1 көбейтілген 3. 4-ке 3-ті көбейтсек 12, 1-ді көбейтсек тағы да 12. 12-ке 4-ті қоссақ 16. Ол 4-тің квадратын береді бізге. С-ның бірінші мәнін табатын болсақ, бізде мынаның алдында минус пен плюс болып кетеді. 2-ні 4-ке қосамыз и бөлеміз 2-ге. 2-ке 4-ті қоссақ 6, 6-ға 2-ні бөлсек 3. Яғни бірінші мәніміз 3-ке тең. Екінші мәніміз бізде минус, кешірім сұраймын, минус мына жақта жазылады. Минус 2 болады. Мынау 2 шығады. Минус 2-ні 2-ке бөлетін болсақ минус 1. Мынаны біз логарифм 10-дық дәрежесі деп жазсақ болады, иә? Яғни логарифм 10 негізді деген ол, кешірім сұраймын. 10 негізді x тең болса, бізде біріншіміздің мәні 3-ке тең. X-ті табатын болсақ, 10-ның 3 дәрежесі ғой. Немесе бұны 1000 деп жазсақ болады, иә?
яғни 1000-ға тең болған мезетте мына беті 3-ке тең болады екен. X-іміз бірінші 1000-ға тең, екіншіміз бізде логарифм 10 негізі X-іміз тең болады -1-ға. 10-ның -1 дәрежесі X-қа тең. 10-ның -1 дәрежесін біз 1 бөлінген 10 деп ала аламыз, иә? Немесе 10-ның 1 дәрежесі. 10-ның 1 дәрежесі бәрібір 10-ды береді. 1-ді 10-ға бөлетін болсақ, 0, оннан 1 деген жауабымыз шыға келеді. Мынау екінші мәніміз, мынау бірінші мәніміз. Осылайша бізде логарифмге байланысты есептеріміз аяқталды. Жалпы түсінікті деп ойлаймын. Егер де түсінбейтін болсаңдар, комментарийге жазып, немесе менің жекеме жазсаңдар болады. Осы есеп туралы. Жалпы бүгінгі сабақ осы. Қош, сау болыңдар.